Маңғыстауда 10 мыңнан аса кәсіпорынның 1480-де ғана ұжымдық шарт жасақталған. Бұл Қазақстан бойынша ең төменгі көрсеткіш. Кәсіподақтары Федерациясының төрағасы Ералы Тоғжанов осылай деді. Айтуынша, мекемелер жұмысшылардың құқығын қорғамай отыр. Жиында тағы қандай мәселелер айтылды. Әріптесім Әйгерім Машықбаеваның бейне материалында. Республика бойынша Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары еңбек министрлігімен бірлесе 700-ден аса мекемеге тексеріс жүргізілген. Нәтижесінде 500-ден аса нысанда еңбек шартының бұзылғандығы анықталған. 17 әлеуметтік еңбек дауының 7 өңірде тіркелген. Жазатайым оқиғалар да жиілеген. Мәселен, аймақта 9 айдың ішінде жұмыс кезінде 40 адам зардап шегіп, 2-еуі көз жұмған. Шетелдік жұмыс күштерін тартуға байланысты біраз фактілер анықталды. Сондықтан бұл сұрақты да ескеруіміз керек. Заңсыз берген рұқсаттамалары әлеуметтік ұйымның басшылары шөлі баршылар оларға тікелей қатысты. Сондықтан бұлақта болашақта бәрін ескеруіміз керек. 480-де ұжымдық шарт жасалған. Бұл дегеніміз бар болған 14% алып отырған. 14-те 6%. Ең Қазақстандағы бір төмен көрсеткіштердің бірі. Сондықтан бұны қазір ойлануымыз керек. Енді мен бәрін түсінгім келеді. Ағаларымыздың талаймен кездесіп жатырмын. Мен қазір азаматтарға айттым біразына. Мен ана тек қана бір жақты ғана талап қоюға, тек қана талап ету керек, жұмыс берушілерден талап ету деген ойдан аулақ. Жұмыс берушілердің де жағдайын біз түсінуіміз керек. Жалпы өңірде 52 мыңнан аса жұмысшыны қамтыған 397 кәсіподақ ұйымы бар. Жиынға олардың өкілдері қатысып, сұрақтарын қойды. Транспорт саласында көп техниканың 2 адаммен жұмыс жасайтын жалпы зауытта бекітілген өзінің тек характеристикасында бекітілген 2 адаммен жұмыс жасайтын техникалар бар. Олардың көбі бір адаммен қалып әлі де кішкене ақаулар бар. Себебі бізде попул керек жеріне паровой станок дейді. Сосын азимашевтың машиналары бар 30-да. Солардың қасында тек характеристикасында бекітілген негізі. Жалпы өзен бойынша менде 80 попул бар, негізі 144 адам алынып берді. Ералы Тоғжанов мәселенің назарға алынатынын жеткізді. Сондай-ақ жиында ардагер кәсіподақ мүшелері марапатталды. Әйгерім Машықбаева, Сәбит Амангелдіұлы, Каспий ақпарат.